Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа дайындығыңыз қалай? Біздің қандай екенін кезекпен тақтадан көрсетейік. Орнымыздан тұра қояйық, өз көңіл күйімізді тақтап көрсете қояйық. Жақсы, өте тамаша. Өзден жақсы, өз көңіл күйімізді көрсетеміз. Мен өз бақшы қарақтап қалып. Сабағымды қазақтың ұлы ақыны Абайдың келер ұрпақ аңсаған дана сөзімен бастаймын. 18-ші қара сөзінде тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Одан басқа нәрселермен оздым демектің бәрі де ақымақтық деп айтылған. Бұдан ұғарымыз адамдық қасиеттермен қатар бойымызға ғылым мен білім суреттерді. Бұл суреттерді не білдіреді? Бұл қандай ғылым саласына қатысты? Қане өз ойыңызды айта қояйық. Кім айтады? Адамның қозғалысы, протездік, адамның жоқ бөлшектерін толықтыру мақсатында жасалатын құралдар. Яғни бұл қандай ғылым саласына қатысты деп ойлайсыз? Өте жақсы, отыра қойыңдар. Яғни олай болатын болса, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы медициналық биомеханика. Сабағымыз биомеханика мен робототехника. Биомеханика дегеніміз адам мен жануарлардың қозғалыс заңдылықтарын зерттейтін ғылым. Ал робототехника роботтар мен адам ағзасының механикалық қағидаттарын зерттеп, оларды өз конструкциясында пайдаланады. Бұл екі сала бірін-бірі толықтырып, медицинаны жаңа деңгейге көтереді. Протездеу. Биоинженерлік протездердің адамның жоғалтқан мүшелерін алмастырып, өмір сапасын қалпына келтіреді. Енді протездеу тарихына тоқталатын болса, протездеу тарихының өзін 4 кезеңге бөліп қарастыруға болады. Бірінші кезеңге тоқтайтын болса, ол ежелгі дәуір кезеңі. Яғни Мысыр пирамидаларынан табылған ағаш аяқ алғашқы протездік галерея. Яғни мұндағы ежелгі дәуірдегі протез адамның жоғалған мүшесін тек қана толықтыру мақсатында ғана ағаш ұсталарының ағаштан жасалған протездері болды. Ал енді екінші кезеңге келетін болсақ, ол 16-17 ғасыр. 16-17 ғасырда жасалған протездер өте ауыр болды. Бірақ ерекшелігі буын арқылы қозғалуға икемді болды. Ал одан кейінгі үшінші кезеңге келетін болсақ, ол 20-шы ғасыр. 20-шы ғасырдағы протездер ол функционалды протездер, жеңіл материалдар болды. Оның қандай ерекшелігі бар? Негізгі ерекшелігі адамның табиғи қозғалысын қалпына келтіру мақсатында жасалған протездер болды. Және жеңіл материалдардан жасалып, биопласттардан жасалды. Ал енді 21-ші ғасырға келетін болсақ, 4-ші кезең. Яғни бұл кезеңде 21-ші ғасырдағы жасалған протездер адамның бұлшықетіндегі импульсті сигналдар арқылы сезетін протездер. Яғни ол дегеніміз барлығымыз жиі дайындаған бейнероликті тамашалайық. Біз медициналық биомеханиканың робототехникада қолданылуының таңғажайып әлеміне үңілеміз. Бұл ғылым адам денесінің механикалық принциптерін зерттейді және оны қалай заманауи роботтарды жасауда қолдануға болатынын көрсетеді. Біздің бұл зерттеуіміз биология мен инженерия арасындағы көпірді қалай құратынын және оның болашақтағы әсерін қарастырамыз. Медициналық биомеханика, қарапайым тілмен айтқанда, адам қозғалысын, сүйектердің қалай жұмыс. Бұл білім протездерді, хирургиялық роботтарды және экзоқаңқаларды жасауда өте маңызды. Мысалы, адамның жүрісін, тепе-теңдігін, неше затты қалай ұстайтынын түсіну роботтың да осылай әрекет етуіне мүмкіндік береді. Бірақ мәселе мынада, адам денесінің күрделілігі мен бейімделгіштігін роботта қайталау оңай емес. Роботтар әлі де адамның кез келген жағдайдағы икемділігіне жете алмайды. Бірақ дәл осы жерде биомеханиканың маңызы арта түседі. Ғалымдар буындарға түсетін күшті, бұлшықеттердің белсенділігін және жүріс үлгілерін зерттей отырып, роботтарға нақты деректер береді. Бұл деректер роботтардың қозғалысын анағұрлым табиғи және тиімді етуге көмектеседі. Мысалы, заманауи протездер
Биомеханикалық принциптерге сүйеніп, адамның табиғи қозғалысын барынша қайталайды. Хирургия роботтар дәрігердің қолының ең ұсақ қозғалыстарын дәл қайталау арқылы операциялардың дәлдігін арттырады. Топтық жұмыстың тақырыбы болашақ протезіңді жобала деп аталады. Қазір біз протездеумен биомеханикалық медицина келген протезін ойлап табу тапсырмасы беріледі. Яғни бірінші топ бізде есту аппараты, екінші топ аяқ қол протезі, үшінші топ сіз протез берді. Қарастырып, бастап келуіміз керек болатын. Сол бастаған протезімізді қазір аяқтарымыз. Тапсырма түсінікті болса, енді бастаймыз. Біз протезі қазір метелерді сұрай. Топ басшылар бізде бірінші топтың топ басшысы Нұрай. Топ мүшелерін бағалайсың, топ басшы бағалау парағы. Мына дескриптор бар. Осы дескрипторларды негізге аласың. Топ мүшелерді жазып, мына ішінде маркер бар. Қорғайсың. Мына дескрипторларың бар. Міне мәтіндерін. Жалпы протезге керек нәрселер алдымызда бар. Үшінші топ бізде тіс протезі. Бұл топ басшы бағалайсың, дескриптор және міне мәтін. Дескриптор арқылы бағаланады, сабақтағы құндылыққа назар аударамыз. Құндылық жаза барлық жайдан ашылды. Өзінен ашыласыңдар. Сүрген кезде, аға? Енді ана қылғылар шығарып. Сүрген көріңіз ба? Мынау. Сүрген ба? Енді Тоғар қаштай ма? Қорғап білесің ғой, е? Бірақ бұлай кейінгі мұнау құлақ қалады. Қандайы кешінші негіз қаққалы ғой. Бастайын, е? Біздің бүгінгі тақырыбымыз есту аппараты. Есту аппараты бұл есту қабілетімен адамдарға сыртқы дыбысты жақсы қабылдауға көмектесетін арнайы құрылғы. Ол негізінен адамды толық емдемеге тек дыбысты бізге күшейтіп, сыртқы ортамен жақсы қарым-қатынас жасауға көмектесе алады. Ол негізінен үш этаптан тұрады: механика, күшейткіш және динамика. Бізде бұл мынау механика, мынау күшейткіш, динамика бар. Механика ол сыртқы дыбысты қабылдай алады, күшейткіш сол дыбысты бізге күшейте алады, ал динамик сол дыбысты адамға қайтадан жеткізеді. Яғни дыбыс қабылданып, күшейтіліп, адамға қайтадан жете алады. Есту аппаратының бірнеше түрі бар. Біріншісі құлақтың артынан табылатын түрі. Ол ең көп қолданылатын және ыңғайлы модель. Ал екіншісі бұл сырттан өте аз көрінетін кішірейтілген құлаққа салынатын түрі. Үшіншісі құлақ каналының ішінен орналастырылатын кішкентай аппарат. Есту аппаратын қолдану үшін оны құлақтың артына дұрыс орналастыру қажет. Құрылғыны қосып, дыбыс деңгейін өзіне ыңғайлы етіп қою керек. Оны көбінесе қарт адамдар, балалар және есту қабілеті нашар адамдар қолданады. Оны күндіз тағып, түнде шешіп қояды. Ол адамдардың тұрмыс тіршілігін жақсартып, қоршаған ортамен еркін қарым-қатынас жасауға көмектеседі. Қорытындылай келе, есту аппараты бұл өте пайдалы және де қажетті құрылғы болып саналады. Ол негізінен адамдарға сыртқы ортамен жақсы қарым-қатынас жасауға көмектесе алады. Сондықтан да оны пайдалануды ұсынамыз. Біз есту аппаратын қарапайым түрде жасадық. Негізінде есту аппараты батареямен жұмыс істейді, нақты несі. Міне көріп тұрғандарыңыздай, қазіргі заманауи есту аппараты. Ал біздің жасалғанымыз өзіміздің қолымыздан модель. Барлық нені жинап, естуді жинап, арнайы жолмен құлаққа жеткізіледі. Өте жақсы, тамаша. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Біздің бүгінгі тақырыбымыз бионикалық протездер. Жалпы бионикалық протездер дегеніміз бұл адамның жоғалған мүшелері, яғни аяқ, қол, саусақтарын ішінара немесе толық алмастыратын технологиялық құрылғылар.
Бұл механикалық құрылғыға қарағанда ақылшылығы сенсорлығымен, электроникасымен және ақылды басқару жүйесімен ерекшеленеді. Бұлдың басқару жұмыс істеу принципі өте қызықты. Яғни бұл бұлшық импульстармен бұл жүйке жүйесіндегі импульстар арқылы сезіледі. Яғни арнайы процессорлар соларға арнайы сигналдар түсіп, ол микропроцессорларға түсіп, аяқтың қимылы бәрі осы процессорлар арқылы жасалады. Олардың қазіргі заманауи түрлерінің артықшылығы қысымды сезе алуы және жаңа суды сезеді. Протездердің бірнеше түрі бар. Бионикалық қол протездері саусақтар жеке-жеке қозғалтылады және әртүрлі заттарды ұстауға мүмкіндік береді. Бионикалық аяқ протездері жүру ырғағына бейімделіп, баспалдақтан түсуге көмектеседі. Ал экзоскелет жүйелері әлсіреген аяқ пен қолды күшейтіп, адамның қозғалу қасиетін арттырады. 2026 жылғы ең заманауи бионикалық қолдар өте жеңіл және ыңғайлы болып келеді. Көптеген модельдер 3D принтер арқылы жасалады. Олардың ұстау режимдері болады және ересектерге де және балаларға да арналған нұсқалары бар. Бионикалық протездердің артықшылықтары өте көп. Олар жеңіл және қолдануға ыңғайлы, саусақтар жеке қимылдайды. Сонымен қатар адамның табиғи қозғалысын жақсартады. Бұл өмір санасын айтарлықтай жақсартады. Алайда олардың кемшіліктері де бар. Олар бағалары өте жоғары. Біздің жасағанымыз бұл қолдың макеті саналады. Бұл адамның жолға мүшелерін ішінара алмастыруға мүмкіндік береді. Яғни бұл адамның өмірін арттыру үшін, өмірін жақсарту үшін жасалатын протездер. Яғни ұстауға, бүгуге, табиғи алмастыру үшін жасалады. Көріп тұрғандарыңыздай ол кабелнан жіптерден бәрі қол жетімді, өзімізге ыңғайлы ретінде жасалған. Тіс протездері бұл жоғалған немесе қатты зақымдалған тістердің орнын толықтыруға арналған стоматологиялық құрылғылар. Олар бет пішінін дұрыс ұстауға, дұрыс шайнауға және де әдемі күлкі сыйлауға көмектеседі. Тіс протездердің екі негізгі түрі бар: алынбалы және алынбайтын протездер. Алынбалы протездер олар бізде ауыздан алып салатын құрылғылар. Олар өзара екіге бөлінеді. Толық және өздігінше алу мүмкін емес. Оларға коронка, көпіртәулік протез және имплант жатады. Коронка тістердің үстіне кигізіледі. Ол тісті қорғау үшін. Көпіртәулік бірнеше тіс жетіспегенде қолданылады, ал имплант дәрігер бекітіп қояды, жақ сүйегіне бекітіледі. Ол ең берік және табиғи түрге жақын болады. Тіс протездері әртүрлі материалдардан жасалады. Пластмасса бұл өте жеңіл әрі арзан материал. Көбінесе толық алынбалы протездерде қолданылады. Металл бұл өте берік және ұзаққа шыдайтын материал. Керамика табиғи тіске өте ұқсас болады, сондықтан көбінесе алдыңғы тістер жасауға қолданады. Металл керамика бұл ішкі бөлігі металдан, сыртқы бөлігі керамикадан тұратын материал. Бұл өте әдемі және берік материал. Ал цирконий бұл өте мықты, эстетикасы жоғары, қазіргі кездегі ең заманауи көп қолданысқа ие материалдардың бірі. Қорытындылай келе, тіс протездері адамның денсаулығы мен сыртқы келбеті үшін маңызды құрылғы. Олар өмір сүру сапасын жақсартып, адамдарға еркін әрі сенімді өмір сүруге мүмкіндік береді. Өте жақсы. Бірінші топтан бастаймыз. Бірінші тобымыз, яғни үшінші топ. Үшінші топты бағалаймыз. Үшінші топ. Қолыңыздағы дескриптор бойынша. Дескриптор бойынша біз үшінші топқа 4 деген балл қоямыз. 4 балл қоямыз. Себебі бұл дескрипторды талаптарына сәйкес келіп тұр. Өте жақсы. Біз екінші топты 4 деген балға бағалаймыз, өйткені олар мәтіндегі биомеханикалық процестерді дұрыс түсіндіре білді, биомеханикалық процестерді көрсететін модельдер жасады, тақырыпты нақты өмірмен байланыстырды және де топта бір-бірімен тиімді жұмыс жасай білді. Біз бірінші топты 4 балға бағалаймыз, өйткені олар
барлық тапсырманы дұрыс жасаған, процесстерді дұрыс түсіндірген, модельдерді жасаған, және көп бір-бірімен тиімді жұмыс істеген. Өте жақсы. Қатені тап деп аталады. Қазір мен сендерге мәтін беремін. Мәтіннің ішіндегі қателерді тауып, дұрысын жазып, неге екенін түсіндіреміз. Жазуға да болады, ауызша айтуға да болады. Мына нұсқаулықты негізге аламыз. Онда дескриптивтермен бағаланады 3 балл. Сен елің екеуіне жұптық жұмыс. Екеуіне. Есту аппараты қате мәтін, есту аппараты құлақты толық емдемейді, және оны тапқан адам бірден мінсіз ести бастайды. Барлық адамға бір ғана үлгісі жарайды. Дұрыс жауап: есту аппараты тек дыбысты жақсартуға көмектеседі және толық емдемейді. Оны тапқан адам дыбысты жақсы естиді және әр адамға жеке қолы жасалады. Жалпы протездер туралы: қате мәтін барлық протездер ауыр, ыңғайсыз және адамдарға пайдасыз. Жоқ, бұл дұрыс емес. Қазіргі заманауи протездер ыңғайлы және жеңіл, кейбір үлгілері жүгіруге де арналған. Өте жақсы. Протездер тек сән үшін тағылады, ол тамақ жеуге немесе сөйлеуге көмектеспейді. Барлық протездер бірдей материалдан жасалады және ешқашан ауыстыруды қажет етпейді. Дұрыс жауап: тіс протезі тек әдемілік үшін емес, тамақ шайнау және сөйлеуге көмектесу үшін қолданылады. Протездер әртүрлі материалдан жасалады және кейде ауыстыруға қажет етеді. Бионикалық қол қате мәтін. Бионикалық қол тек механикалық құрылғы, ол адамның жүйке жүйесімен байланыспайды. Оның қозғалысы алдын ала ғана бағдарланады және өзгермейді. Ол қате мәтін. Дұрыс жауабы: бионикалық қол жүйке сигналдарын қабылдай алады, қозғалыс нақты уақытта басқарыла алады. Қате мәтін. Аяқ протезі тек қозғалыс үшін керек, онымен жүру мүмкін емес. Барлық протездердің өлшемдері бірдей. Дұрыс емес, себебі аяқ протезі қозғалыс үшін қажет, онымен жүруге болады және әр адамға әртүрлі өлшем бойынша жасалады. Өте жақсы. Протез жасанды буын медициналық оңалтушы роботтарды әзірлейді. Қай жауап дұрыс? Белгілейміз. Медициналық. Өте жақсы, керемет. Адам қимылының принциптері негізінде экзостикалық робот аяқ жасайды, инженерлік биомеханика. Орындарына қозғалыстау оңтайландырады, спортшының қозғалысын тиімді етеді, артық күш түсірмеуді зерттейді. Экометрикалық биомеханика. Өте тамаша. Енді назарларыңыз. Енді сабағымыз көз жеткіздік бүгінгі сабақ бойынша. Яғни 21-ші ғасыр технология ғасыры Қазақстандағы медициналық робототехниканың жетістіктеріне тоқталатын болсам, 2025 жылы алғаш рет робот көмегімен онкохирургиялық операция жасалды. Ол бүйрек пен бүйрек үсті безін алу операциясы болды. Екінші, Астанада жүрекке алғашқы роботтық операция жасалды. Бұл орталық Азия үшін тарихи оқиға. Қарағандыда Ремебот RM200 нейрохирургиялық роботы енгізілді. Миға операцияны миллиметр дәлдікпен жасайды. Ал травматология саласында Мако және Миссо сияқты роботтар қолданылуда. Назарбаев университеті базасында медициналық робототехника зерттеу орталығы жұмыс істейді. Медициналық биомеханика адам өмірін жақсартудың жақсы жолы. Болашақта бұл салалардың байланысы одан әрі тереңдеп, адам өміріне зор үлес қосады. Өте жақсы. Енді топбасшылардың бағалау критерийі бойынша бағанағы топбасшылардың парақтары қамылатынбыз, топбасшыларға сөз берейік. Топбасшылар өз топ мүшелерімізді бағалап өтейік. Топта Даяна, Айша, Елен және Бауым атты оқушылар бар. Мен олардың топтық жұмысын 4 балға бағалаймын, себебі барлығы белсенді болды және идея ұсынды, өздерінің ойларын толық жеткізе білді деп ойлаймын. Жұптық жұмыста 3 балл өйткені олар жұптық жұмыста толық орындады, серіктесімен жақсы жұмыс жасады. Ал жеке жұмыста 3 балл, өйткені тесті толық әрі қатесіз орыннан шықты. Бүгінгі сабақта мен Амелге 10 балл қойдым, себебі белсенді болды, идея ұсынды және топқа көмектесе алды. Ал Бекмырзаға болса
7 балл қойдым, себебі сәл бүгін әлсіздеу болды, қателіктер жасады, сондықтан сәл аздау балл алып отыр. Бүгінгі сабақта Нұрай, Іңкәр, Назгүл атты оқушылар топтың мүшелері болды. Іңкәр 10-нан 9 балл алды, өйткені ол сабаққа белсенді қатысты, идеялар ұсынды және топқа көмегін тигізді. Назгүл де 8 балл алды, ол да топқа белсене қатысты. Сабақта рефлексия жасайды. Не? Кезекте рефлексия жасайды. Кім сабақты қалай түсінді? Жеке әрқайсың. Кім қалай түсінді? Бүгін сабақты жақсы түсіндім. Аха. Мен жақсы түсіндім және басқаларға көмектесе аламын. Қолды